Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2001 жылы жарық көрген «Я, Сэм» деп аталатын өте әсерлі фильм туралы айтып беремін. Сэм Доусон, оның ақыл-есі 7 жасар баланыкімен тең және де дамуда артта қалған. Ол кофеханада столдарды және полдарды сүртіп жұмыс жасайды. Кофехананың бастығы Джордж Сэмға шұғыл жаңалықты хабарлайды. Осыдан кейін Сэм ол жерден жүгіріп шығады. Жігіт тез арада роддомға жетеді. Ол жерде оның сүйіктісі Ребекка босанып жатқан болатын. Көп күттірмей олардың қызы өмірге келеді. Сэм қызына Люси есімін береді. Қуанышты ата-ана автобус тұрағына келе жатады, алайда мүмкіндік туған сәтте-ақ Ребекка оларды тастап қашып кетеді. Жігітке жалғыздықта баласын өсіруге тура келеді және де бұл оған қиындыққа соғады. Оның ешқандай туысы жоқ болатын, сол үшін де ол қызын барлық жерге өзімен бірге алып жүреді. Көршісі Энни баланың жылап жатқан даусын естіп Сэмді үйіне шақырды. Ол жігітке баланы әр сағат сайын тамақтандырып тұру керек екендігін, сонымен қатар бала күтімі жайлы біраз мәліметтер айтады. Сэм әйелді мұқият тыңдап, қолынан келгенше жақсы әке болуға тырысады. Бейсенбі күні соңғы 8 жылдық дәстүр бойынша Сэмнің үйіне оның өзіне ұқсаған достары жиналады. Достары мейірімді Сэмнің қызы өзіне ұқсаған мейірімді және ақылды болып өсетіндігіне сенеді. Сэмға қызын жұмысына алып баруына тура келеді, алайда өсіп келе жатқан баламен жұмыс істеу қиынға соғады. Осылайша Сэм көршісінен ол жұмыста кезде қызына қарап тұруын сұрайды. Көршісі оған қуана келіседі. Арада бірнеше жыл өтеді. Люси өте мейірімді және өте ақылды қыз болып өсіп келе жатыр. Кішкентай қыз әкесінің басқаларға қарағанда ерекше екендігін түсінеді. Басқалардың әкесі балалармен бірге жүрмейді, ал Сэм болса үнемі қызының қасында. Люси анасын ешқашан көрмегендіктен Сэм оған әкесінің де анасының да орнын басады. Люсидің мектепке баратын уақыты келеді. Сэм оған қажетті барлық нәрсені сатып алады. Бірақ оның туплиға ақшасы жетпей қалады. Осы сәтте достары жиналып оған алып береді, өйткені олар да Люсиді қатты жақсы көретін. Келесі күні қыз мектепке барады және де мұғалімдердің қойған әрбір сұрағына мүлтікпей жауап береді. Бірнеше күннен кейін Доусондардың үйіне Люсидің сыныптасы келеді және де ол Люсидің әкесінің ақыл-есі кем екенін түсінеді. Сэм қызына сабақтарды орындауға көмектескісі келеді, алайда Люсиға қарағанда Сэмға сабақтарды орындау қиынға соғатын. Бір күні жұмыста отырған Сэмға жүзікше қыз өзінің қызметін ұсынады. Сэм оның не айтып жатқандығын түсінбей айғайлап кетеді. Сэмді полиция қызметкерлері тұтқындайды, алайда олар адамның жағдайын көріп, оны түсініп босатып жібереді. Осы жағдайдың кесірінен Люсидің сынып жетекшісі Сэммен сөйлесіп, оның қызымен бірдей жаста ойланатынын және де оған керекті тәрбиені бере алмайтындығын түсінеді. Сэм жаңа адамдармен сөйлесіп, араласып кетуге қиналады, бірақ Люси барлығымен тез тіл табысып кететін. Алайда Люсиді сыныптастары оның әкесінің үстінен күліп, оны ақмақ деп мазақтайтындығы мұңайтатын еді. Люсидің 7-ші туылған күніне бала және отбасы ұжымының қызметкері Маргарет Колгреф келеді. Өкінішке орай әйел келеңсіз жағдайдың куәгері болды. Люсидің сыныптастарының бірі Сэмға ол қыздың туған әкесі емес, оны асырап алған екендігін айтады. Сэм не болып жатқанын түсінбей қатты ашуланып кетеді. Ал көңіл күйі түсіп кеткен Люси үйден қашып кетеді. Тез арада Доусондардың сот отырысы басталады және де сот процесі барысында Люси балалар үйінде болады. Ал Сэмға болса қызын аптасына 2 рет 2 сағат қана көруге рұқсат берілді. Мұны естіген Сэм жылап жібереді, өйткені ол қызын өмірінен артық жақсы көреді. Достары Сэмға қаладағы ең мықты заңгерді жалдау керектігін, әйтпесе қызынан мәңгілікке айырылып қалу мүмкін екендігін айтады. Сэм қаладағы ең мықты, сонымен қатар қызметі де ең қымбат заңгер Рита Харрисон Уильямстың офисына келеді. Сэм не үшін келгендігін әрең дегенде түсіндіріп, қызының суретін көрсетті. Алайда Рита менің қызметімді төлеуге ақшаң жетпейді деп Сэмді шығарып жібереді. Бірақ Сэм тағы да қайтып келіп, заңгердің қызметін бөліп төлеуге келістіруге тырысады. Сэм қызымен кездесуге сыйлықтар алып келіп, сені міндетті түрде бұл жерден алып кетемін деп уәде береді. Люси өзіне әкесінен басқа ешкімнің керегі жоқ екенін айтады.
айтады. Бұл әңгімелердің барлығын балалар үйінің қызметкерлері тыңдап тұрады. Сэм берілмей заңгердің алдына тағы да келеді. Ританың әріптестері олар туралы өсек тарата бастайды. Ешқандай шарасы қалмаған заңгер оған тегін қызмет көрсетуге мәжбүр келіседі. Сэм қуанғаннан әйелді құшақтап алады. Сэм психиатрдың қабылдауына бару керек, алайда ол өз уақытында үлгермейтін сияқты. Рита оны өз машинасымен жеткізіп тастауға келіседі. Психиатр сот процесі үшін Сэмға Люси туралы сұрақтар қояды. Ритаға Сэмнің жақсы әке екенін дәлелдеу үшін куәгерлер қажет. Сол үшін де заңгер Сэмнің барлық достарымен кездеседі. Достары Сэмнің жақсы әке екендігін айтады. Алайда Сэмнің достары да өзі сияқты дамудан артта қалған болатын. Рита Сэмға куәгерлердің қаншалықты маңызды екендігін түсіндіреді. Осылайша Сэм көршісі Эммидің көмегіне жүгінеді. Алайда әйел өткенінде болған қорқынышты жағдайдың кесірінен көшеге шығуға қорқады. Сот отырысы күні достары Сэмді қолдау үшін плакаттар көтеріп келеді. Психиатр Сэмнің жақсы әке бола алмайтынын айтады. Алайда Рита бұл жағдайды өз клиентінің пайдасына асырып, соттың алдында Сэмнің жақсы әке екендігін көрсетеді. Үзілісте Сэм Ританың алған көпесінің ақшасын төлемекші болады, бірақ әйел бас тартады. Сэм Рита да айналадағылар сияқты оны дамудан артта қалған қызына жақсы әке бола алмайды деп санайтынын түсінеді. Рита бұл маңызды емес, ең бастысы істі жеңіп шығу дейді. Сэм мұңайғанынан тиындарды саналмай ұзақ уақыт кезекті ұстап тұрады. Рита сот залына Сэм сияқты дамудан артта қалған анасының қолында өскен атақты дәрігерді шақырды. Прокурор бұл жағдайдың іске қатысы жоқ екендігін және де Сэмнің өз қызына қауіпті екендігін дәлелдеуге тырысуда. Сэм тағы да қызын көру үшін барады. Люси ол жерді жек көретін болғандықтан әкесіне бізге қыдыруға рұқсат берді деп алдайды. Қызы әкесіне мені ол жерге қайтармашы дейді. Олар кеш батқанға дейін ойнайды. Кешкісін оларды полиция қызметкерлері көріп қалып, бөлімшеге алып келеді. Рита бұл жағдай сотқа жетіп баратын болса, олар істен жеңілетіндігін түсініп, Маргаретті бұл жағдайды айтпауға көндіруге тырысады. Прокурор Люси мен әкесі оған ықпал жасай алмау үшін жалғыз сөйлеспекші. Қыз адамның барлық сұрақтарына нақты жауап беріп, әкесін қорғаштайды. Енді Сэмға қызын одан айырмау үшін дұға жасау ғана қалады. Кофехананың бастығы да сотқа келеді. Ол Сэмді мақтап қана қоймай, оның қызметінің жоғарылағанын хабарлайды. Енді Сэм адамдарға кофе жасайтын болады. Эмми қорқынышына қарамастан сотқа келіп, Сэмнің жақсы әке екендігін айтады. Прокурор болса әйелдің өткенін қозғап оны жылауға дейін жеткізеді. Бір күні Рита Сэмді өзінің үлкен үйіне алып келеді және де оған баласымен мүлдем тіл табыса алмайтынын мойындайды. Өйткені ол да күйеуі сияқты үнемі жұмыста болып, баласына уақыты қалмайды. Рита Сэмді сот отырысына барынша дайындап, оған күйеуінің костюмдерінен бірін кигізеді. Жұмыста Сэм алғаш рет кофе дайындайды және де Ританың берген қымбат костюмын бүлдіріп алады. Тура осы түрімен адам сотқа қарай асығады және де сот отырысының басталуына әрең дегенде үлгереді. Сэм прокурордың сұрақтарына сенімді жауап беруге тырысады. Алайда прокурор оған басымдық жасап, Люси одан көрі жақсы әкеге лайықты ма деп сұрайды. Сэм ештеңе айта алмай жылай бастайды, өйткені ол өзін ең жақсы әке деп санамайтын еді. Сэм қызын көруге келеді, ал қоштасу уақыты келген кезде Маргарет жылап тұрған қызды әкесінен зорға дегенде айырып алады, өйткені қыз әкесін қатты сағынған болатын. Рита мұны көріп, өзінің қандай жаман ана екенін түсініп, кешкісін баласын құшақтап ұйықтайды. Сот Сэм қызына қарай алмайды деп шешім қабылдайды. Содан кейін Люсиді оны асырап алғысы келетін отбасы Миранда Карпентер және оның күйеуіне береді. Сэм қатты сағынады және де қызын көргісі келеді, алайда ол қызының қасына жақындамауға тырысады, өйткені оған жаңа отбасымен жақсы болады деп ойлайды. Алайда қыз ешқандай жаңа отбасыны қаламайды, ол тек қана әкесін сағынады. Сэм депрессияға кіріп кетіп, үйінен
шықпай қояды. Бірнеше күннен кейін Рита Сэмнің үйіне келеді. Ол есікті ашпағандықтан әйел есікті сындырып кіреді. Заңгер Сэмді әлі ештеңе аяқталмағандығына сендіруге тырысады және де оған айлығы жоғарылау жұмыс табуға кеңес береді. Сэм Рита сияқты бай және жолы болғыш адамдар оны түсінбейтінін айтады. Рита шыдамай жылап жіберіп өзінің проблемаларын айта бастайды. Оның көзіне шөп салатын күйеуі, ешқашан бітпейтін жұмысы және де ол байланысын жоғалтып алған ұлы. Сэм жылап жатқан әйелді құшақтап жұбатуға тырысады. Сэм Люсиға жақын жерден үй жалдап, оның арендасын төлеу үшін иттерді қыдыртып жүреді. Миранда Сэмді көріп қалып, қызының оны қатты сағынып жүргендігін айтып, оларды кездестіреді. Әкесін көрген Люси қатты жылап, оған ұзақ уақыт бойы келмегендігі үшін ашуланды. Сэм қызынан кешірім сұрап, оған осы уақыт бойы жазып жіберуге батылы бармаған хаттарын көрсетеді. Келесі сот отырысынан кейін Маргарет Сэм мен Ритаға өгей ата-анасы Люсиді асырап алғысы келетінін хабарлайды. Рита клиентін тыныштандырып, ол қызын көріп тұра алатындығын айтады. Алайда Сэмді бұл нәрсе тыныштандыра алмайды. Ол аяқ астынан Ритаға сенің күйеуіңнен ажырасуың керек дейді. Рита жылап жіберіп, ешқашан жеңілмегендігін айтады. Люси жайлап жаңа ата-анасына үйрене бастайды, ал Сэм болса оны алыстан бақылап жүреді. Бір күні Люси иттерді қыдыртып жүрген әкесін көріп қалады, ал түнде болса ол әкесін көру үшін үйден қашып кетеді. Сэм пиццерияға екінші жұмысқа орналасты, ал Люси болса әкесін көру үшін үйден қашуды жалғастыруда. Миранда Люсиді өзіне жақын тартуға тырысады, алайда ештеңе көмектеспейді. Бір күні Рита баласын ертіп Сэмнің үйіне қонаққа келеді. Ол күйеуімен ажырасқандығын айтады. Өміріндегі қиын жағдайға қарамастан заңгер клиентінің жеңіп шығу үшін барын салады. Бірнеше күннен кейін Миранда Люсиді Сэмға алып келеді. Ол Люсиді асырап алмайтындығын, сонымен қатар сотқа Люси үшін ең жақсы әке Сэм екендігін айтатынын хабарлайды. Сэм әйелге алғыс білдіріп, қызын тәрбиелеуде көмектесуін сұрайды, өйткені қызына ана керек. Фильмнің соңында Люси достарымен футбол ойнауда, ал Сэм болса төреші. Сонымен қатар Люсиді қолдау үшін Рита баласымен Миранда және де Сэмнің достары келген. Әкесі мен қызы барлық қиындықтарға қарамастан ақыр соңында табысты. Достар, Ясем фильмі сіздерге ұнады ма? Егер ұнаған болса, әдеттегідей оны 1-ден 10-ға дейін бағалап, фильм туралы ойларыңызды комментарийда қалдырып кетіңіздер. Сонымен қатар осы секілді қызықты видеолардың көбірек шығуына үлес қосу үшін каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.